әдеттегі қарапайым адамдар қалайша дойыннан 3 айда ақша табуға келеді. Бүгінгі екінші сабақ басталды, міне орындықтарыңызды қойып, мына жүректеріңізді беріп, гуанжударыңызды басып, мына кескінді тыныш отырып тыңдаңыздар. Алдыңғы кескінімде сіздерге 7 күннің ішінде қалайша бір жаңа телефон нөміріне бір жаңа нөлден бастап дойынды жұмсақ отырып, дойынды бастап кетуді үйретіп бердім. Бірінші кескіннен не шығарамыз деген жеріне келдік қой. Бірінші кескінде не шығарамыз? Әрине өзіңізді шығарасыз, өзіңіздің ресіңізді, немесе өзіңіздің кескініңізді. Түсіндіңіз ба? Мына көп адамдар айтады екен, мен дойыннан менде сауда істегім келеді, бірақ бетімді көрсетпесем істеуге бола ма деп. Енді бір жүрек кесерімді қозғалтпаңдар, дойында, мысалы, мен сіздерге бір ауыз сөз айтайын. Дойында сауда істеумен, мына әдеттегі күндегі тұрмыстағы сауда оп-ұқсас. Сіз бір магазин ашқан адамның, бір ашқан адамның адам жоқ магазинді көріп көрдіңіз бе? Қалайша ол бетіңді шығармауға келеді. Биылдан бері не үшін сіздерге дойыннан засатуды, дойыннан сауда істеуді үйретіп жүрмін деген кезде, бір жыл мен дойыннан тырысу арқылы неше миллиондық шығыс көзін жараттым. Оны халық өзі куә болып отыр. Былтыр мен дойыннан бірінші кескін шығарғаннан бастап, қазір сіздерден пәлендей мұғалім, ана таушы, мына мұғалім деп жатсыздар. Сол мұғалімдарыңыз бір қорап засат көрме. Өздері засат көрме. Мен бәлкім олар сияқты жайеді, кінәшқалы мұғалім болмауым мүмкін. Мен мұғалім болып көрген жоқпын, бірақ та мен шүзи нәтижем бар деген сөз. Менде нәтиже бар. Менде осы бүткіл тәжірибе бар. Тәжірибемді сіздерге феншаңып беремін. Сондықтан мына сабақты тыңдағанда, ой, мынау жай емес екен деп айтып жүрмеңіздер енді. Мен білгенімді айтып беремін сіздерге. Жарай ма? Жігіттер болсын, қыздар болсын, тыңдап алыңыздар. Біріншісі осы көп адамдар дойынға келген кезде елдерді көреді. Көп адамдар дойында чоңның боласыздар. Ойбай, осы Динарада ақша тауып кетті. Рас, мына қыз былтырдың өзі өсек айтып жүрген қыз болатын. Мынау өзі бүйтіп кетті. Неше үй, неше мәште болып сөйтіп алып кетті деп отырсыздар. Ойбай, мен де дойын істейін деп бастайсыздар. Одан кейін бастап аласыздар, ананы көресіздер, мынадан қызық бе? Бастап алған кейін 2 күн шопинг шығарасыз, 3 күн шығарасыздар. Көрілімі неше жүз, неше мың асып кетсе, ешкім сізден зат сұрап келмейді, ешкім сізден одай сышын қылмайды. Я бір сынсыңыз да өрлемейді. Содан кейін ойланып, мейман боласыз. Тұра тұр, басқалар не деп жатыр екен? Менің дойын сабағыммен сіздерге үйреткен, басқалардың дойын сабағы ұқсамайды. Анау ананы айтады, мынау мынаны айтады. Тіпті де миым былық кетті. Қалай істейді өзі дойынды деп былығып отырасыздар. Содан ең соңында бір-екі апта істейсіздер де бірақ фан шығасыздар. Неге? Мен осы дойынға үйлеспейтін ұқсаймын әсілі. Осы дойын маған жақпайтын ұқсайды. Әсілі мен бышық екен деп ойлайсыздар. Сөйтіп қана фан шығасыздар. Мен сіздерге бір нәрсені айтайын, бүткіл дойын тексесінде 80%-дан жоғарылақ, 85% деп айтуға келеді, адамдардың бәрі көрермен. Білдіңіздер ме? Барлығы көрермен. Тек қана сауда істеп ақша тауып жатқандар, ол қалғаны 20%-ға жетпейтін адамдар. Сол 20%-ның ішіне кіруіңіз керек. Қалай сол 20%-ға кіресіздер? Сіз мен сіздерге үйреткен жолмен 3 ай, жоқ дегенде 3 айда жарым жылда тырыссаңыздар, қалған 80% адамды патамынге ауыз сала деймін жұмыстау. Ауыз деген не нәрсе? Оларды таутай қылып етесіздер. Олар сіздер ойлаған сияқты болып, өздері 1-2 ай құлжырады да фан шығыла салады. Қой бере салады. Мен дойынға қылмайтын, болды қойшы деп дойын шығарып отырады. Ал сіздер қайтесіздер? Табандылықпен істеу арқылы осыдан сөзсіз нәтиже шығарып ақша тауып кетесіздер. Сондықтан бірінші қадамда қайтеміз. Жаңа бірінші кескінде өзіңіздің ресіңізді, өзіңіздің кескініңізді шығарасыз да. Одан кейін екіншісі таушаңдарыңызды алмастырасыздар. Таушаңызды өзіңіздің анық ресіміздеріңізді. Ножия телефонмен түскен сияқты бұлыңғыр, өтеген мейені өте ауыр мейен, өзіңіздің кім екенін танымайды. Ана рәсіміңізге көрсеңіз, өзіңізді танымай қалатындай рәсім болмау керек. Бір қарағанда өзіңізді анық қана көру керек. Ал енді Ваумиңе өзіңіздің атыңызды жазсаңыз болады. Ваумиңізді. Атыңыз не? Соны жазасыз деген сөз. Білдіңіз ба? Өнеген пейжуына жазасыз басты бетке. Мен басты бетке не жаздым? Мен Джолинхо деген хасакыз Чаңени хар деп жаздым. Мен бір саудагер қыз боламын. Тор саудасы істеймін. Мен Джолинхомын. Пәлен дашудан бітірген болатын. Андай өзіңіз жағдай. Мысалы, сізде үйіңізде қанша бала бар? Сіз не істейсіз? Сіз доғдырсыз ба? Сестрасыз ба? Мұғалімсіз ба? Сіз қаншаншылдықсыз? Өзіңіздің қысқаша таныстырып жазуыңыз керек. Сондықтан дойынға кірген кезде алдымен бүткіл шиншидарды бірақ толтырасыз да. Мына дойынның хотайда бар шинши деген жерінде жасыңыз, жеріңіз, анау мына бүткіл бағнин қылатын банка карта дейміз анау. Оны бірақ бағнин қылып, бірақ тең жөнді қылғаннан кейін дойынның хотайы өзі сіздерге ойлайды, мына бір тең жөнді жаңқы екен ғой. Мен мынаған көптеп леулян берейін деп, соңғы леуляндарыңыз барған сайын жақсы болады. Білдіңіздер ме? Ал енді дойыннан не кескін шығарарымды ұқпайсыздар, Бірінші өздеріңізді түсіне біліңіздер. Сіздің мінезіңіз қандай? Сіздің отбасыңызда елдермен ұқсамайтындай бір жағдайлар бар ма? Мысалы, кейбіреулердің әке шешесі, кейбіреуі мертігіп қалған кісілер болады, немесе бір үйде шамботай, мысалы өзіңіздің шамботай, әпекеңіз шамботай қарындасыңыз бар деген сөз. Яғни сіздің әкеңіз бөлекше бір қызмет істейтін адам бар, сіздің семьяңыз, қысқаша айтқан кезде сіздің семьяңыз, сіз немесе сіздің семьяңыз, сіздің қызметіңіз басқалардан ұқсамайтын жер бар ма? Ерекшеленетін жер бар ма? Сіздің мінезіңіз қандай? Сіз нені жақсы көресіз? Қандай нәрсемен шұғылданғанды жақсы көресіз? Сіздің бойыңызда қандай қасиет бар? Соны іздеп тауып шығыңыз. Соны дойынға фэншаңып берсеңіздер болады. Мысалы, шомбатай қыздар, шомбатай жігіттер бар,
мынау менің шомбатери қызым, мынау менің не дейді. Ал енді сіздің одан кейін мына балалы болған кісілер, баума деп айтамыз ғой. Баума болатын болса сіздер үй әйелдері. Сіздің ұлыңыз бар ма, қызыңыз бар ма, кішкентай балаларды қалай бағып жатырсыз? Сіз бала баққан кезде елдермен ұқсамайтындай амал тәсілдеріңіз бар ма? Сіздің басыңыздан өткен істер бар ма? Мысалы, сіздің басыңыздан өткен қиыншылықтарыңызды жеңіп кеткен, әрқандай адамның басынан қиыншылық өтеді, жеңіп кеткен кездеріңіз болады. Соны әңгіме қылып тыныштап берсеңіздер де болады. Ең маңызды жері дойыннан сауда істеуге келетін болсақ, дойындағы саудамен текеліктегі мына әдеттегі тұрмыстағы сауда оп ұқсас. Мысалы, сіз дүкен ашқанмен ұқсас, сіз бәйди тарғып жатқанмен ұқсас, сіз асхана ашып жатқан адаммен оп ұқсас сауда. Сіздер оны күрделі ойлап жатырсыздар. Қиын, дойыннан сауда істеу қиын. Ең оңай осы дойыннан сауда істеу. Дойыннан сіз қандай сауда істемекшісіз? Асхана ашып, асханаңызды төмен қылмақсыз ба? Шетеден төмен қылмақсыз ба? Үй сатқалы жатырсыз ба? Машина сатқалы жатырсыз ба? Немесе сіз прәндік, таңғау, гүл, немесе киім ба, немесе бір мәлім өнім ба? Сіз я болмаса сізде ештеңе жоқ, бірақ шауқанша ашып, мына дойындағы нәрсені сатып юңдин ақша тапқалы жатырсыз ба? Соны әдемілеп белгілеп алыңыз. Ал енді өзіңіздің сататын өніміңізге қарасты сіздің қандай адамдар сіздің өніміңізді алады? Мысалы, менің өзім тәжірибе айтайын, менің сататын өнім арықтау өнімдері, бет күтімдеу өнімдері, әйелдердің істететін өнімдері. Негізінен менің қаридарларым әйел адамдар деген сөз. Менің қаридарларым 18 жастан 60 жасқа дейін. Мен өзімнің қаридарларым кім екен? Сондықтан мен жігіттерге қатысты кескіндерді өте көп шығармаймын. Жас қыздарға, өнеген мына тойып болған қыздарға, өнеген бүкіл апайларға қатысты кескіндерді көп шығарамын. Сондықтан менің қаридарларым осыдан келеді деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Өзіңіздің қаридарларыңыз кім екенін ұқпасаңыз болмайды. Көп қыздар ерекше сұлу, менен де сұлу, менен де шынсай шыңғырып тұрған қыздар бар. Бірағында оларда маған келіп сауда істеймін дегендер бар, бірағында бір-екі өнімді де сатып шығармайды. Өйткені олардың фэнсилары бәрі еркек. Бәрі дәрежелі жігіттер дейміз ба? Сұлулығына келіп көріп отырады. Ал онда болса сіздердің фэнси чүнтиді хотайда көруге келеді. Еркек адам көп болатын болса, онда еркек адамдарды да істетуге келетін нәрселерді саудамен сөйтіп жолдасаңыздар болады. Осы дойыннан зат сатып кету, дойыннан ақша табудың сыры не? Сыры жоқ. Әрқандай дойыннан зат сатып, әрқандай дойыннан ақша тауып кеткен адамдардың барлығы осы алдындағы мына ханзу кісілердің тәсілдерін істетіп фужи жантиып жатыр. Алдындағы саудагерлерді фужи қылып жатырмыз. Мен де сол, мен де елдерден қарап үйренген болатын. Ханзу жолдастар арықтататын өнімді қайтып сатып жатыр. Мына бет күтімдеу өнімдерді қайтып сатады. Солардың қаншалап шығарған кескіндерін көп көру арқылы соларды қазақшаға аударып қана өз сөзім айналдырып шығарып жатырмын деген сөз. Ал енді бұл жерде сіздер мына шауқаншадан зат ілемін дейтін болсаңыздар, елдер не сатса оны сатам деген сөз емес бұл жерде. Сіз өзіңіздің дойындарыңызды қандай адам көп көреді дегенге қарап сатасыздар. Сіз дойыңыздың хотайына, ямса дойынның мына сосып алатын жерде сосып алыңыздар. Ана сіздің дойын фэнсилеріңіз 1000 адам болса, 1000 адамның ішінде 800 еркек бар, 200 әйел ма? Жоқ, 500 еркек, 500 әйел. Әйел адам көп па, жоқ, еркек адам көп па? Егер еркек адам көп болса, онда еркек адам істететін өнімдерді шауқаншадан талдап отырып, сарабағыңызға кіргізіп, сол нәрсені алып келіп отырып, яңпинді соны түсіндіруді үйренесіздер. Ал әйелдер адамды көп болатын болса, әйел адамдар кісілесіз. Негізінен қыз балалар, әйел адамның саудасы ең жақсы ғой, еркек адамдар көп алып кетпеген. Әйел адамды баурайтын кескіндер шығарасыздар. Білдіңіздер ме? Қыздарды баурайтын кескіндер шығарасыздар. Сонда ол екінші адамдар ол адамдардың жасына қарай қыласыздар. 18 жастан 30 жасқа дейін ба? 30 жастан 40 ба? 40-тан 50-ге дейін ба? Сіз қанша жастағы адамдарды баурадыңыздар? Мына хотайдан осы шужи көріп тұрады қанша жастағы адамдар, Ал енді осыны талдап болғаннан кейін сіз бүйтіп ойлайсыздар, мен 10 түрлі, хотайда мен 10 түрлі зат алып келіп 10 түрлісін шығарайын дейсіздер. Ондай емес. Сіз ең алғашында 5 түрлі өнімді шығарып сатып көріңіз. 5 түрлі өнімді талдап, 5 түрлі өнімді талдап сатқаннан кейін осы 5 түрлі өнімнің ішінде бәлкім біреуі, хиокының біреуі жақсы сатылуы мүмкін. 2-3 дәнізден шығу бастап сатылып, бір дәніз болсын, 2 дәніз, 3 дәніз. Менің ана Джулиімде де бірлен дойын бастап істеген кезде, менің бүткіл шиманың өнімдерімді бастап істесе, соның ішінде арықтататын шаптақ жақсы сатылды. Содан кейін мен айттым, сен күніне бір кескініңді арықтататын шаптақты шығарасың, қалған кескіндеріңді басқа өнімдерді шығар дедім. Сол сияқты. Ал енді мен дойында неше мың кескін шығарып болдым. Менің 20 неше өнімім бар, соның ішінде мен кафе, годың, ана бет күнде тауқымен әтірді жақсы сатамын. Менің қаридаларым негізінен соны көп алады. Сондықтан мен сол кескіндерді көп шығарып, ал енді қалған мына басқа өнімдерімді 2 күнде бір аралатып, 3 күнде бір аралатып шығамын деген сөз. Бүткіл нәрсені қайсы сөйтіп зерттей келе жатып біреуін білесіздер. Қайсысы өзіңізге ең үйлеседі, қайсы өнім, қайсы чампинг. Сол чампингді тоқтамай фужығып, бүгін мынандай деп таныстырсаңыз, ертең басқа киім киіп, анандай деп таныстыра бересіз. Ертең бүрсін далаға барып сөйлеп, бүгін бүйтіп үйде тұрып сөйлеп деген сияқты. Менің кескіндерімді көрсеңіздер болады. Әртүрлі таныстыра берем деген сөз. Мен сияқты тордан жасап жатқан әрқандай адам, соның ішінде өзінің ең атақты сататын өнімі болады. 2-3 болады. Соны көп шығарады. Сол сияқты деген сөз. Бүгінгі кескінім ұзарып кетті, ендігі кескінде қалған тағы үйретемін. Мен мынау дойынды бастан ақыры 20-30 кескін қылып отырып сіздерге бір мақсус сабақ қылып отырып, ендігі кескінде тіпті де мына затты қалай таныстыру, одан кейін мына шытиденға қалай қылу, мына қызмет істеп жатқандар қалай дойыннан ақша пайдалану, одан кейін дойыннан қалай қаридарларды мұқатқа қарай қосып отырып сауда істеу деген сияқты өте көп білімдер бар енді. Соның барлығын ақырын үйрететін боламын. Ендігі кескінде жоғары. Бай-бай.